Бесінші практикалық сабақ Жүсіп баласағұн құтты білік дастаны. Кітап атын құда тұл білік қойдым, құтын тұтсын оқушым білік тойдың. Жоспары: құтты білік дастаны, құтты білік еңбегі, дастанның идеясы, туындысынан үзінді және де қорытынды. Құтты білік дастаны. Құтқа тұл білік, құтты білік Жүсіп баласағұн шығарған дидактикалық поэма. Бұл көне түркі тілінде жазылған түркі тектес халықтардың ортақ қазынасы. Көптеген зерттеушілер бұл поэманы саясат, мемлекет басқару, әскери іс жөніндегі философиялық трактат деп жүр. Шындығында да бұл жалаң әдеби дүние емес. Бұл бүтін бір тарихи кезеңнің мінез құлқын бойына сіңірген қоғамдық саяси, әлеуметтік бітім қанық, моральдық, этикалық, рухани қазынамыздың негізі, арқау боларлық дүние. Ондағы бүгінгі тілімізде ой толғамымызға төркіндес, етене жақын орамдарды көргенде, қазақ әдебиетін солармен тікелей сабақтаса жалғасқан дидактикалық поэзия мен шешендік сөздердің, билердің орағытып, ой тастайтын кең тынысты талғамдардың дәстүрлі бірлігі мен мұндалап тұрады. Жүсіп баласағұнның мемлекетті басқару қағидалары мен принциптерін, елге билік жүргізудегі ережелер мен тәртібін, қоғам мүшелерінің мінез құлық пен әдеп ғұрып нормаларын жыр еткен этикалық дидактикалық мазмұндағы көркем туындысы болып табылады. Құтты білік дастаны. Жүсіп баласағұн құтты білікті 1069-1070 жылдары Баласағұн қаласында бастап, 18 айдың ішінде Қашқар қаласында аяқталған. Қоғамдық әлеуметтік мәні терең, халықтың моральдық этикалық бағдарламасы іспеттес. Бұл еңбектің Қарахан мемлекетінің сол кездегі билеушісі Тапқаш Арслан хан Бұғра дерегіні тарту еткен. Бұл түркі халықтардың тарихында бұл кезең исламның ресми қабылдауымен ерекшеленеді. Құтта тұл білік Жүсіп баласағұнның еңбегі. Түркия ғылымдары 1942-43 жылы Құтта тұл біліктің 3 нұсқасында Стамбулдан 3 томдық кітап етіп шығарды. Дастанды зерттеуісіне әсіресе түркі ғалымдары Арат, Кеплут және де Дилгар көп еңбек сіңірді. Құтта тұл білік дастаны орта ғасырларда бүкіл түркі әлеміне түсінікті болған Қарахан әулеті мемлекеті түріктердің тілінде жазылған. Дастанның идеясы. Дастанның басты идеясы 4 принципке негізделген. Біріншісі, мемлекетті дұрыс басқару үшін қара қылды қақ жаратындай әділ заңның болуы. Автор әділдіктің символдық бейнесі ретінде күнтудың патшасы көрсетеді. Екіншісі, бақ дәулет, яғни елге құт қонсын деген тілек. Бақ дәулет мәселесі патшаның уәзірі Айтолды бейнесі арқылы жырға қосылған. Үшіншісі, ақыл парасат. Ақыл парасаттың қоғамдық әлеуметтер рөлі уәзірдің баласы Ұғытмыш бейнесінде жырланады. Төртіншісі, қанағат ынсап мәселесі. Бұл мәселе дастанда уәзірдің туысы Дәруш Ордгүрміш бейнесі арқылы әңгіме болады. Баласағұнның Құтта тұл білігінде өмір мәні пайымдалып, жалпы адамзаттық рухани байлықтар, мұрат, дін, этика, өнер, даналықтың мәні сараланған. Туындысынан үзінді. Аса мейірімді, ерекше рахымды Аллахтың атымен бастаймын. Әзіз уә ұлық Аллахтың құдіреттілігі айтылады. Аллах атымен бастадым, сөз әлі біл. Жарылқаған жаратқан бір тәңірім, шексіз құрмет шүкірлік мыңда бір. Ол мәңгілік хаққа лайық кіл қадір. Жаратты ол жасыл көк ай күн түнді, қара жер ел заман уақыт бұл күнді. Қалады да жаратты бар болмысты. Бол деді де бірден бәрін болғызды. Жаралғанның бәрі мұңы көп, ием ғана жалғыз шері мұңы жоқ. Ай ерікті күшті мұңсыз құдайым, бұл есімдер саған ғана лайық. Қорытынды. Құтты білік дастаны ең алдымен этикалық дидактикалық шығарма. Сондықтан онда этикалық мәселелер жан-жақты ашылған. Моральдың бейнесі негізі ұғымдары дастанның басты кейіпкерлердің бейнесіне негізделген. Алтыншбаев былай деп жазды: Жүсіп баласағұн шығармашылық мұрасының жалпы реалистік мәдениеттің дамуына, түркі тектес халықтардың озық қоғамдық саяси және философиялық ойлардың дамуына әсері тиген анық. Шынымен де оның гуманистік көзқарастары Орта Азия халықтарының фольклорында, жазбаша еңбектерінде де көрініс тапты. Ол жалпы адамзаттың өркениеттің дамуына баға жетпес
үлес қосты. Оның мұрасы түркітілдес халықтардың философиялық ойының дамуына үлкен әсерін тигізді. Сұрақ-жауап ойыны. Құтты білік дастаны қандай негізгі 4 кейіпкердің диалогы арқылы өрбиді және олардың әрқайсысы нені бейнелейді? Сұраққа жауап беріңіздер. Екінші сұрақ. Дастанда әділетті билеушінің қандай қасиеттерге ие болу керектігі айтылады? Осы қасиеттердің ішінен қазіргі заман үшін де өзекті болып саналатындарын атаңыз. Үшінші сұрақ. Жүсіп баласағұн білім мен даналықтың адам өмірінде рөлі қандай екенін сипаттаңыз. Төртінші сұрақ. Дастанда бақытқа жетудің жолы қалай түсіндіріледі? Бесінші сұрақ. Ақыл мен тағдыр тақырыбы дастанында қалай көрініс табады? Алтыншы сұрақ. Құтты білік шығармасы қай тілде жазылады және оның негізгі мақсаты қандай? Келесі тапсырма 2 шындық 1 жалған ойыны. Құтты білік дастаны жайлы 2 шындық және 1 жалған ақпарат беріңіз. Назарларыңызға рахмет. Сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.